Дүйсенбек Мансұр. Мен нөмір 3-ші гимназияда оқимын. Менің сыныбым 3-ші Ә сыныбы. Балам, бүгін біз мақал мәтелдер кітабын оқитын боламыз. Мақал дегеніміз не екен? Мақал сөздің атасы. Мақал да тақпаққа жақын. Тақпақтан гөрі мақал маңызды, шыны келеді. Мәтел ақиқат жағын қарамай, әдетті сөз есебінде айтылады. Ал қазір біз мақалдар оқып көрейік. Еңбек, байлық, кәсіп, нәсіп туралы оқиық. Мал жисаң, қонысын тап. Ас жисаң, ыдысын тап. Енді сен оқып көрші. Кәсіп түбі нәсіп, еңбегі аздың өнбегі аз. Жатқанға жан жуымас, жалқауға мал құралмас.